екінші жақтан ол кәдімгідей ол да саудаласу. 13 жылда қайтып келмеген қыз қайтып келе ма, ол белгісіз. Бірақ енді кинода біз көреміз, ол Джульетта өзінің өмірін сүріп жатады, ол басқа адамдармен танысып жатады. Қосайыншы Жанна. Бір қозғағым келгені, мысалы, сол қайғыру процесінен өтпеген кезде, өзінің үйінен жылулық таба алмаған кезде, көбінесе адамдар бір секталарға бейім болып кетеді. Дінге, секта, бір түрлі мекемелерге, жаңағы Джульеттаның қызын сол сектаға кіріп кеткенін көреміз ғой. Енді бұл жерде жаман айтқым келмейді, өзінің несін барған жерін, бірақ жаңағы Элис Монроның несі кітабы бойынша түсінгенім, жаңағы сояқтағы жұмыс жасайтын әйел кәдімгідей мін артып сөйлеседі екен.